Жұмыс сапарымен Риддерде Шығыс Қазақстан облысының әкімі аппаратының этика жөніндегі уәкілеттісі және этика жөніндегі кеңесінің мүшесі болып қайтты. Риддер әкімдігінің бөлім басшыларымен бірге олар мемлекеттік қызметкерлерге қатысты этика сұрақтарын талқылады. Ант қабылданғаннан кейін және лауазымға түскен соң мемлекеттік қызметкер мемлекеттік қызмет туралы заң бойынша өз мойындарына белгілі бір тыйымдар мен шектеулерді алады. Этикалық кодексын сақтаулары тиіс. Өз әрекеттермен қоғам тарапынан сынға себеп туындатпаулары керек. Многие вопросы задают госслужащие вне рабочее время. Как мы должны себя вести? Көпшілігі жұмыстан тыс уақытта біз өзімізді қалай ұстауымыз керек деген сауал қояды. Сағат 9-да жұмысқа келіп, 18:30-да жұмыстан кетемін дейді. Қалған уақыт менің жеке уақытым дейді. Әрине, бұл тұрғыда конституциялық құқыққа ешкім тыйым салмайды. Алайда біз мемлекеттік қызметкерлер ретінде бүкіл қабылданған жалпы моральдық этикалық нормаларды сақтауымыз керек. Қоғамға қарсы іс-қимылдарға жол бермеу керекпіз. Қоғамдық жерлерде жүрмеу, адамның ар-намысына нұқсан келтіретін алкогольдік маскүнемдік күйде болмау керекпіз. Әркез ұяңдық танытып, мемлекеттік қызмет көрсетілгенде өз құзыреттігімізді асырып пайдаланбау керекпіз. Қоғамдық тәртіпке зиян келтіретін іс-әрекеттерге жол бермеу керекпіз. Мемлекеттік қызметкерлер арасында жемқорлық, парақорлық фактілерін анықтау әрі олардың алдын алу сұрақтары талқыланған. Республикалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңару бірлестігі мен Шығыс Қазақстан әкімі арасында мемлекеттік органдарда жемқорлыққа қарсы әрекет ету сұрақтары бойынша бірлескен қызмет туралы меморандумына қол қойылған. Если мы сегодня пришли на госслужбу, мемлекеттік қызметке келген болсақ, барлығымыз білу керекпіз. Біз халықтың қызметшілеріміз. Біреу сіздерге жүгінсе, әркез сыпайылық танытып, қажет кеңесті беріп отырыңыздар. Өздеріңіз әлемді басқаратын адам сияқты емес, қарапайым қызметкер ретінде көрсете біліңіздер. Дауыс көтермеңіз, бюрократиялық амалдарға бармаңыз. Парақорлық, жемқорлық миларыңызда мүлдем болмау керек. Қазір заңдар өте қатаң. Қызметкер жемқорлық үшін ұсталып, сот отырысы шешім қабылдаса, басшылық заңға қарсы шықпайды. Қазіргі кездегі заңдағы өзгеріс, егер мемлекеттік қызметкер ауыр жемқорлық әрекетін жасаса, ол өзі де, оның балалары да болашақта мемлекеттік қызметке жұмысқа тұра алмайды. Мемлекеттік қызметкерлер этикасы олармен тек жұмыста емес, одан тыс уақытта сақталуы тиіс. Ол аса маңызды, тіпті әлеуметтік желіде де. Этикалық кодекстегі нормалар мен талаптарды бұзу үшін тәртіптік мінездегі шаралар қабылданады.